Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар. Біз өткен сабақта саяхаттың түрлерімен таныстық. Одан кейін жаз мезгіліндегі саяхат, қыс мезгіліндегі саяхаттың түрлерімен танысқан болатынбыз. Ал кешегі күнгі сабақта елордаға саяхат тақырыбымен таныссақ, бүгін біз Алматы қаласына саяхат тақырыбын бастаймыз. Ендеше кеттік. Алматы қаласы туралы біз не білеміз? Балалар, Алматы қаласы Еуразиялық континенттің орталығында, Тянь-Шань тауының солтүстігінде, Іле алатауының баурайында, Қазақстан Республикасының оңтүстік шығысында орналасқан екен. Алматымен бір параллельде Гагры және Владивосток қалалары орналасқан. Қаланың климаты ауыспалы, тіптен температурасы жыл мезгіліне қарамастан күн сайын өзгеріп отырады екен. 500 метрлік биіктіктен қаланың үстінен қарайтын болсақ, көшелері солтүстікке қарай Қаскелең мойынқұмына бағыт алып тіреледі. Қаланың оңтүстігінде теңіз деңгейінен 1500-1700 метр биіктікте Медеу шатқалында, тасты аймақта мұздықтардың суық лебі сезіледі. Алматы қаласы Тянь-Шань жоталарының етегінде орналасқан әсем қала. Бұл қаланы бақша қала деп бекер атамаған. Қаланың 8000 гектардан астамын бақшалар, саябақтар, гүлзарлар алып жатыр. Көктемде бау-бақшалардағы алма, өрік, шие гүлдеген кезде қала ертегіге айналады. Алматы қаласының атауы алма сөзінен шыққан. Дәл осы жерде аты әлемге танымал апорт алмасы өседі. Апорт алмасының дәмін әрбір бала жақсы біледі деп ойлаймын. Алматы Қазақстан Республикасының оңтүстік шығысында орналасқан ең ірі мегаполис. Қала 170 шаршы километрден астам алаңды құрайды. Ол кіші және үлкен Алматы өзендерінің торабында орналасқан. Балалар, сіздер бұл суреттен кіші Алматы өзенін көріп отырсыздар. Қаланың басты құндылықтарының бірі Көктөбе. Оңтүстігі қаламен шектесетін жоталы мекен 1070 метр биіктікте орналасқан. Көктөбенің басына шығу арқылы қаланың алақандағыдай көрінісін тамашалауға болады. Дәл осы жерде қаланың керемет түнгі көрінісінің куәсі бола аласыздар. 28 гвардияшыл Панфиловшылар атындағы саябақта Ұлы Отан соғысында Мәскеуді қорғаған ержүрек қазақстандық батырларға тұрғызылған мемориал, естелік аллеясы мен мәңгілік алау бар. Осы бақтағы Вознесенский шіркеуін 1904-1907 жылдары жергілікті сәулетші Зенков бірде-бір шегесіз салған. Ол әлемдегі ағаштан жасалған ерекше тоғыздықтың бірі саналады. Шіркеу 1911 жылы болған 10 балдық жер сілкінісіне төтеп берген дейді. Тәуелсіздік монументі республика алаңына көрік берген қайталанбас құрылыс. Аталған монументтің авторы Шота Уәлиханов. Монументтің ұшар басына барысқа мінген алтын адам белгісі орнатылған. Ал монументтің айналасында қазақ даласының ежелгі тарихы толықтай қамтылған. Балалар, біз Алматы қаласына саяхат мәтінмен таныстық. Енді мына тапсырманы орындайық. Осы берілген мәліметтер бойынша Алматы қаласын кластер әдісімен сипаттаңдар. Келесі Синквейн Алматы деп аталады. Яғни бірінші жолда зат есім,
екінші жолға 2 сын есім, үшінші жолға Алматы қаласын сипат білдіретін 3 етістік, төртінші жолға 4 сөзден тұратын сөйлем, бесінші жолға синоним сөзді жазыңыздар. Келесі тапсырма Алматы тақырыбында менің суретім деп аталады. Яғни Алматы қаласының өзіңе ұнаған бір суретін А4 форматына салып жіберіңдер. Мынандай берілген үлгі бойынша суреттерді салуға болады. Бүгінде Алматы қандай қала? Осы жөнінде видеороликті тамашалаңдар балалар.